Баршаңызға сәлем, бұл Family Day каналы және бүгінгі видеода біз қалай бір жасар қызымызбен Қазақстан Астана қаласынан Түркия Стамбул қаласына ешқандай турсыз саяхаттағанымыз туралы бөлісетін боламын. Билетті 2-3 ай бұрын алдын алуға тырысыңыз және рассрочкаға алмауға кеңес беремін. Себебі рассрочканың соңында сіз 200-300 мың теңге артық төлеген болып шығасыз. Билет алу кезінде сіз бюджетті турист болсаңыз, скат немесе басқа әуежайлар таңдауыңызда тұрса, скатты таңдауды ұсынар едім. Себебі скаттың бағалары тиімді және тамақтың құны билеттің құнына кіреді. Билет алғаннан кейін бірден қонақ үй жалдауға кірсіңіз, оған сізге букинг сайты көмектеседі. Қонақ үйді іздеу барысында міндетті түрде отзыв қараңыз. Біздің қонақ үйіміз Фатих ауданында орналасты. Ол жерден Сұлтан Ахмет мешітіне жайы 10 минутта жетуге, Айя София мешіті мен Топкапы сарайына 15 минутта жетуімізге мүмкіндік болды. Сонымен қатар, егер қонақ үйлеріңізге трамвай остановкалары жақын болса, тіпті жақсы. Және сіздерге керемет кеңес айтқым келіп отыр. Жалдаған қонақ үйлеріңіздің бағасы 170 мыңнан асатын болса, букинг сіздерге әуежайдан сол қонақ үйге жеткізетін тегін такси қызметін ұсынады. Аэропорттың шыға берісіне түрлі такси компанияларының өкілдері отырады. Олар сіздерге букингта көрсеткен номеріңізге WhatsApp арқылы қай жерден шығу керектігі туралы видео жібереді. Сіз сол жерден шыққаннан кейін сізді күтіп алып, машинаға отырғызып, өз қонақ үйіңізге түн болсын, таң болсын жеткізіп тастайды. Көріп тұрғандарыңыздай бізді күтіп алды және машинаның ішінде тек біз үшеуміз ақ болдық. Осылай бізді отелімізге алып келді. Біздің тұрақтаған отельдің аты Интерстар, жаяу Сұлтан Ахмет мешітіне 10 минут, Айя София мешітіне және Топкапы сарайына 15 минуттық уақытымызды алады. Сонымен қатар трамвай остановкасы өте жақын, ол жерге де жаяу баруға 15 минут қана уақытымыз кетті. Ақша алмастыру мәселесіне тоқталсақ, ақшаны Қазақстанда долларға алмастырып, оны Түркияға келгеннен кейін түрік лирасына ауыстырған әлде қайда тиімді болып шықты. Және сіздің Каспи карточкаңыз Түркияда да жарай береді. Ол арқылы кафе, ресторандарда, маркеттерде төлем жасай аласыз және Топкапы секілді сарайлардың, музейлердің кассасында да карточка арқылы төлей аласыз. Бірақ базарда саудаласатын болсаңыз, сізге қолма-қол ақшаның болғаны әлде қайда тиімді. Барлық қонақ үйлерде Wi-Fi болады. Сізге сим-карта сыртта Google картаны қолдануға қана керек болуы мүмкін. Ол үшін арнайы сим-карта алмай-ақ өзіңіздің қазақстандық сим-картаңыздың роумингін ауыстырып қолдана аласыз. Мысалы, біз Easy сим-картамызды солай қолдандық. Бөлімде мен Стамбул картасы мен музей картасын алу керек пе жоқ па сұрағына жауап беремін және Сұлтан Ахмет мешіті мен Айя София мешітін аралап көрсететін боламын. Міндетті түрде пайдалы ақпараттар жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыз. Бұл видео пайдалы болса лайк басып кетіңіз, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер, жауап беретін боламын.